Қазақстанның қазір мынау күрескен балалардың командасын бәрін алып, даже жаттықтырушыларын да алып, осындай бір эфирге, прямой эфирге жаңағы залға келіп отырғызсаңыз, Қазақстанның небір шындықтары шығады. Бауыржан Оспанов ағамыз ол кезде федерацияның президенті еді. Осы Қазақстанның. Сол кісі айтып жатыр, сені күреспесін деп айтты, бүйтті, сөйтті деп жаңағындай. Жыладық, қойдық, басқа не істейміз енді. Ол кезде сөйлейтін ағаң да жоқ, көкең де жоқ. Қазақ деп көтеретін көкелеріміздің өзі якут үшін сөйлеп отыр. Мүдделі болды сол осындай кавказдықтардың осы көптеп келуіне? Қазақтардың басына отырып дәрет алды. Егер даже чемпион болса да Қазақстан туын алып жүрмейтін еді. Неге десеңіз, ол Қазақстанға келіп, Қазақстанда күреспеген адам ол Қазақстан туын да сыйлап тұрған жоқ. Ана Тигеевті де Олимпиада ойындарында бір хайвай шықты ғой. Финалдағы схваткасын жаңағы сатып жіберген деп. Басқа салмақта сондай бір құрбандыққа шалынып кеткен қазақ балуандар бар ма? Кімдерді айтар едіңіз? Кімді кімге жығып берді? Қазақстаннан туып өскен 3 Олимпиаданың медаль берген 3 палуанбыз. Үшеуміз де федерация мүшесінде жоқпыз. Мәулен Мамыров Егемен Қазақстан газетіне берген бір сұхбатында мынандай сөз айтқан болатын. Мен өзімді кей кезде Ресей құрамасында жүргенде сезінемін деп. Ей Ақжүрек, сен Ақжүрек емессің ба деп. Иә апа деп. Құлақты берсең де намысты берме деп. Бүкіл Қазақстанның күресін ең бірінші құртқан адамдардың бірі осы Белоглазов. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Береннің кезекті шығарылымы. Өздеріңіз бүгінгі тақырыбымыз еркін күрес жайында. Еркін күрес серік еткен мыңдаған қазақ жігіттер арасынан Олимпиада ойындарында жеңіс тұғырына көтерілу бақыты екі-ақ балуанымыз ғана бұйырған екен. Алғашқысы Мәулен Мамыров, өздеріңіз жақсы білесіздер, 1996 жылы Атлантада алауыттанған Олимпиада ойындарында Мәулен Мамыров қола медальді алып, жеңіп алып, бүкіл алаш жұртын қуантқан еді. Екіншісі Ақжүрек Таңатаров. Ақжүрек Таңатаров 2012 жылы Лондонда өткен Олимпиада ойындарында дәл сол межеден көрінді. Сол тұманды Альбион елінде осыдан тура 10 жыл бұрын атой салған саңлақ бүгін біздің Беренде қонақта, қасиетті Әулиеата топырағынан арнайы келген екен біздің бағдарламаға. Ассалаумағалейкум Ақжүрек. Уағалейкум ассалам. Әңгімемізді сол әдеттегідей тақырыптан бастасақ, өзіңнің еркін күресті таңдауының не түрткі болды, кім себеп болды, кімдер еліктеп келдің дегендей? Енді ең бірінші осы күресті бастағанда Олимпиада ойындарында жүлдегер болған, болмаса чемпион болам деген шынымды айтсам ойда болмаған. Өзімнің әкем күресші болған, осы спортқа алып келген, күреске, еркін күреске сол өзім әкем болатын. Жаңағы бүкіл жерде айтып келе жатырмыз, әр осындай сұхбат берген сайын. Жаңағы көшеде өтіп бара жатып, егемендік алғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, жаңағы ішетін адамдар көп болды ғой баяғыда. Соны жаңағы көшеміздің бас жағында, үй жағымызға жақын жерде әкем күніге жүгіреді, өзі еркін күреспен айналысқан, бірақ сол иығы шығып кетіп кезінде соған күресті қойып кеткен. Соны жаңағы көшеде жатқан бір масты көрсетіп, кейін мынандай болғың келе ме, или мен сияқты болғың келе ме деп. Соны ең бірінші 96 жылы Тараз қаласына Надырбеков Шоқан ағайымызға алып келіп тапсырып, мына ағай осындай баланы сізге әкеп тапсырып жатырмын деп, сөйтіп әкеп таныстырып, күреске келгенім сол еді. Шынымды айтсам, күреске бір апта ма, 5 күн ба қатысып, Қазақстанда 2-ші орын алған бір бала бар еді, соны ұтып алғам, юношадан келе сап. Сол күреске келген күннен бастап, соны ағайым сразу сол кезден бастап жабысып, міне Құда қаласа сен чемпион боласың, мен сені тәрбиелеймін деп, сол кезден бастап ағайымды жібермей, жәнде алып, 2008-ге дейін сол марқұм Шоған ағайым жанында болдым. 2008 жылы ол кісі қайтыс болды, декабрьде. Сол уақытқа дейін сол кісінің қарамағында болдым. Енді 2000 өзіңнің алғашқы жарыстарында, ірі жарыстарында қандай табыстарға қол жеткізген? Елшілік жарыстарда айтып отырмыз. Ұлттық құраманың мамандарының назарына қалай іліктің? Енді 2002 жылы ең бірінші ол кезде 15 жасар боламын. Сол кезде жаңағы Тараз қаласында жаңағы ағайымның атынан Қазақстан біріншілік өткен. Сол жерде ерлер арасында күресіп, восьмерка дейді ғой, сол восьмеркада ұтып қалғам. Қазіргі қыздардың старший тренер болған Сағадиевқа, Қайратқа. Ол кезде кішкентай боламын, сол кезде күресіп, 2002 жылы үлкендер арасында ең бірінші үлкен жарысым сол. Сөйерде отауып, бірақ сол жылы өзімнің возрастымда, өзімнің Өскемен қаласында оқушылар спартакиадасы болады. Сол жерде 2-ші орын алам.
Одан кейін барып 2003 жылы чемпионат Қазақстанға күресем. Осы өзім возрастым арасында. Сөйтіп Орал қаласында чемпион Қазақстан болам. Өзімнің жаңағы возрастымда ең көп күрескен финалда менде шынымды айтсам Абиров Жамбыл болды. 28 секунд па 29 секунд күрескен. Қалған бәрін 10-0. 10-0 қылдым, бірақ кішкене уақыт көбірек болды. Шынымды айтсам, явно Қазақстанда ұтып шықтым. Соны ағайым көріп, сен өзіңнің жаңағы возрастыңды чувствовать етпей жатсың, давай үлкендердің арасында күрестірейік деп. Өз возрастымда 63-ке күрестім, үлкендердің арасында 69-ға. Жаңа Кубок Южная столица деген болатын, Храпуновтың жарысы чемпионат Қазақстан, бірақ жаңа Кубок Южная столица деп аталатын. Баяда чемпионат Қазақстанда бере беретін, солай біреулердің атынан. Сол сияқты чемпионат Қазақстан беріп 69 килограммда сол жерде екінші орын алам үлкендердің арасында. Сол жылы молодежьға барып, молодежьда 76 килограммда. Жаңа жаттықтырушым салмағың жетпесе де, енді күшің жетіп тұр, давай көрейік тексеріп деп, сөйтіп тексеріп көреміз деп 76-ға қойып, 76-да 3-ші орын алам. Бір жылда 3 возрастта Қазақстанда орын алам. Содан бастап көзге түсіп, бүкіл команда сборларға 15 жаста болсам да, әлі жаңағы үлкендердің арасына жасым жетпесе де, бірақ бүкіл сборға шақырып отыратын, көмектесуге. Жалпы сіз ұлттық құрама сапына іліккен кезде, сол кезде көкжалдар кім еді сол салмақтың? Қандай мықтылар болды? Негізі бұл салмақтарда бізде қазақтар өте көп қой, қазақстандықтар. Ең мықтысы ол кезде 2008-де Сәбит Кендібаев деп айтса болады. Сәбит Кендібаев болды, Мадияр Құрамыс болды. Қазір мынау бізде ерлер командасының, құрама команданың бас жаттықтырушысы Берік Денгелбаев деген ағамыз болды. Егерде біздің өзімізден шыққан қара көздерді алатын болсақ, сырттан келген жаңағы легионер тауып алған адамды айтпайтын болсақ. Енді легионерлер білесіздер ғой, енді қалай айтса болады. Жаңағы жетім қозыны жаңағы басқа ешкіге апарып теңеп атады ғой. Сол сияқты сырттан келген якутты алып кеп қазақтардың арасына қосып отқан. Ол кезде легионерлер, егер қателеспесек, сол айтып отырған Абдулхаким Шапиев, Леонид Спиридонов. Абдулхаким Шапиев болды, Леонид Спиридонов болды, Азнаур Аджиев болды, Семен Семенов болды, Тегеев болды, Марит Муталимов болды. Шынымды айтсам, 100% команданың 90% сол легионерлер болды. Ал жалпы сіздің салмағыңызда сол Шапиев, Спиридонов солармен белдесудің реті келді ме сол Олимпиада қарсаңында? Шынымды айтсам, 2008 жылы Шапиевпен күрестім Калининград қаласында. Жаңағы бізде осы 2016-ға дейін аға жаттықтырушы болған Белоглазовтың турнирі бар етін сол жерде. Сол жерде күресіп Шапиевті ұтып алғам 2008-де. Ол қандай турнир еді? Белоглазовтардың турнирі, бірақ Олимпиадаға іріктеу болды біздің өзіміздің қазақтардың арасында. Жоғары бәсеке болды ғой? Иә, жоғары бәсеке болды. Сол жерде кім ұтады сол турнирді, сол Олимпиада ойындарына барады деген. 66 кило салмақ па? 66 кило салмақта. Негізгі үміткерлер кім еді сонда? Спиридонов пен Шапиев. Үшеуміздің арамызда. Жоқ, қалған спортшылар да болды ол жерде. Россияның спортшылары, дүниежүзінің спортшылары болды ғой, бірақ үшеуміздің арамыздағы кім жақсы нәтиже көрсетті? Кім жақсы нәтиже көрсетті? Нәтиже болғанда бір-бірімізге бірінші схваткадан бастап бір-бірімізге қойды. Үшеуміздің арамыздан қайсымыз ұтып шығамыз, сол Олимпиадаға барады деп. Сондай келісім шарт болған. Енді Шапиев Спиридоновты ұтып отыр. Мен Шапиевті ұтып отырмын, одан кейін Спиридоновпен мен күреспей, өзі отказ дейді ғой, отказ беріп, Олимпиадаға бара берсін деп, сондай бір келісім болды. Ұтылсын өзі мойындап. Сол жерде айтылыс болды, міне Ақжүрек Олимпиадаға барады деп, сол Калининградта 2008-де. Бірақ Ақжүректі біз Бейжің Олимпиадасын көрмедік қой. Бейжің Олимпиадасынан мен қазақ болдым ғой просто. Қазақ болғаннан кейін көру қиын болады. Бұл жерде егерде мен дагестанец болғанда, болмаса якут болғанда көру оңай болатын еді. Енді біз айтушы еді, ұтылған күреске тоймайды деп айтып жатады ғой, жеңілсең жер көтереді, жауырың деп. Жауырың жерге тисе де жер көтереді дейді. Сол сияқты якуттарға сол мақал кіріп кеткен ба, біздің ағаларымыз якуттарға қарай бұрқ болған екен сол нәрсені. Спиридонов қанша ұтылса да, қанша Қазақстан чемпионатында күреспесе де, бүкіл әлем чемпионаты бар, Олимпиада бар, сол ғана баратын.
Міне жаңа бірінші нөмірлі балуан болып сіз 2008 жылы Бейжің Олимпиадасында сонда сізге енді елге келдіңіз, сіз енді сіз баратын өзіңе сенімді болдыңыз. Сол кезде сізге ең бірінші сол жағымсыз жаңалықты айтқан кім, қалай болды, сіз оны қалай қабылдадыңыз? Ең бірінші ол жаңалықты айтқан маған жаңағы марқұм Шоқан ағайым айтты. Осында Алматы қаласында жиналыс болған. Жаңа жиналыста отырып бүкіл Қазақстанның жаттықтырушылары бар, федерация мүшелері бар. Солардың бәрі жаңа қол көтеріп голосовать етеді. Кім баратын жаңағы Олимпиада ойындарына. Сол кезде шынын айтсам бір залда бір 30 адам отырса, 30 адамның тең жартысынан көбісі маған дауыс берген. Ақжүрек барсын деп. Жаңа бізде ағаңа жол бер деген болады ғой енді. Сондай сияқты. Жасыңыз қанша еді? 22-де 22 деген бізде жаңағы Дуат атамыз 12 жасында ел сұрап жатыр жаңағы. Бізде қазіргі ағаларымыз 22-ге келсеңде жаңағы әлі жас бой тұратайып деп. Егер жарысқа топқасаң жаңағы кәрісің. Егер де жарысқа бару керек болса жассың. Енді қойылып жатқан нәрсе ғой. Ана Спиридоновтың жасы менен 4 жасқа үлкен ғой, 5 жасқа үлкен, 81-ші жылы ма, сондай. 5 жасқа үлкен, бірақ жарысқа екеуміз бірдей барамыз, екеуміз де топпасақ, оны жас деп санайды, мені кәрі деп санайды. Ол жаңа якут болған үшін сондай нәрселер көп болатын, сол себептен оның ақшасы көп болғаннан кейін бүкіл жарысқа жаңа Алмазный заводтың бастығы өкіл әкесі ма, сондай Якутияда. Абыройы да жақсы, осы Спиридоновтың сол жерде. Сол себептен бүкіл жарысқа соны алып кетіп отыратын. Сол жаңалықты енді сіз қалай қабылдадыңыз? Содан кейін бір өкпе реніш туындап, қолды бір сілтегіңіз келген жоқ па? Үлкен спортты қоямын деп, немесе дау-дамай шығарып, жанжал шығарған? Жоқ. Енді соңына дейін бір тірескен шығарсыз, күрескен шығарсыз. Болды ондай жағдай. Неге десең, енді ойлаңызшы, әр спортшының өмірдегі арманы ол шыңы жаңағы Олимпиада ғой, бұл спортта Олимпиададан басқа шың жоқ деп ойлаймын. Ең үлкен шыңы Олимпиада ойындарында медаль алу. Болды, одан басқа ары қарай Олимпиаданы 10 рет ұтсаң да, бірақ олимпийский чемпион деп айтылады болды. Сол бір атақ беріледі, жаңағы Қазақстан еңбек сіңірген спорт шебері, жаңағы Олимпиаданың жүлдегері или болмаса чемпионы деп. Сол бір нәрсе айтылады. Сол себептен әр спортшының осы спортқа келіп, қанша денсаулық бересін, қанша өмірің жартысын бересін. Мысалы, мынау спортта жүрген оңай нәрсе емес. Неге десеңіз, күніне 3 мезгіл жаттығу жасайсыз. 12 айдың, шынымды айтсам, 10 айында үйде болмайсыз. Одан кейін 10 ай бойы бір 50 адам ба, 50 адам бір-бірінің бетіне қарап жатасың, сырттағы адамдармен араласуда, тіл байлығыңда жай тоқтай береді. Неге десең, бүкіл өміріңді сен осы нәрсеге арнайсың. Сен өмірің күніне бір 3 сағатын ғана сен адаммен сөйлесу ғана уақыты кетеді, қалған уақыттың бәрі ұйықтау, жаттығу жасау. Жаңа кір жуасың, болмаса комнатаны тазалайсың, сондай уақытпен өмірің тең жартысын сен осы спортқа арнайсың. Сол себептен осындай денсаулығыңды беріп, осындай өмірің жартысын арнағаннан кейін Олимпиада ойындарында орын алғың келеді ғой. Олимпиада ойындарына қатысқың келеді. Жоқ дегенде қатысып, қатысушы деген атақтың өзі ол бір абырой. Сол себептен сондай бір арман болғаннан кейін жаңағы жаттықтырушым осылай Ақжүрек сені үйсіп шешім қабылдады, олардың бәрі осындай шешім қабылдады, сені бармайды деп айтты деді. Енді жыладық, қойдық, басқа не істейміз енді. Ол кезде сөйлейтін ағаң да жоқ, көкең де жоқ. Қазақ деп көтеретін көкелеріміздің өзі якут үшін сөйлеп отыр. Сол себептен якутты сүйреп отқаннан кейін амал жоқ, өзіңнің ағаларың жаңағы ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді ғой. Сол себептен ағам бар деп, жағаңа қарасаң, жағаң басқа біреудің жағасы болып жүр. Содан кейін қарайсың да, ой, бұл менде жағы жоқ екен ғой, футболкамды киіп үйге қайта берейін дейсің. Жағасыз футболканы киіп алып үйге қайтасың, басқа амалың жоқ. Сол себептен қойдым, спорт құрсын, бүйткен спорты құрсын, бұл спортқа бармайым, қойдым деп 2008-де қойып кеткем. 2008-де қойып жұмыс істейін болды, жұмысқа кірсем деп, сонша әкемде бір ренжіп, мен саған қой деген жоқпын спортты деп. Енді спорт қалып келгеннен кейін бүкіл ауылдағы дүниені сатып, ол кезде әкем жаңағы стройкада, биржада істейтін, күніне 200 теңге, 250 теңге табады. Ол ақшаның өзі, мысалы жаңағы біреулер көп кісілер бар ғой, намыстанып айтпайтын.
мен қайта мақтан тұтам. Әкем сондай күніне 2-3 теңге тауып, осындай дәрежеге бізді жеткізгеніне. Біреулер жаңағы әкесін, шешесін қай жерде жұмыс істегенін айтқысы келмейді, тығылып, мен әкем бай болған, мен шешем бай болған деп жаңағындай. Бірақ істеп атқан дымы жоқ. Жаңағы өтірік өмірге шын көзбен қарамай жүретін адамдар көп қой. Мен шынымды айтсам мақтанам, осындай қайта алға тауға дұрыс қылған шығар деп осындай сынақтардан өткізіп, әкеміздің, шешеміздің қалай қиналғанын көрсетіп, қалай табыспен қандай дәрежеге бару керек екен. Соны әкем осы спортты қоймасайшы, осындай жағдайға, осындай дүниенің бәрін сатып, сені үш жерге осындай дәрежеге жеткізгенім әлі шыңына жеткен жоқсың ғой. Еңбегім зая кетті ма деген сияқты сөздерін айтқан кезде бүкіл нәрсені көріп тұрып, одан кейін қалай қоясың спортты. Соны жаңағы Бауыржан Нұрмаханов ағайымыз бар, сол кісімен сөйлесіп, 2009-да қайта бастадым күресті. Арада бір 7-8 ай күресті қойып, күресті қайта бастап, жаңа Қазақстан біріншілігін өттім. Данияда әлем біріншілігіне кетуіме мені шынымды айтсам бір 4-5 күн қалған уақыт. 4-5 күннен кейін самолетпен ұшам, Данияға барам, әлем чемпионатына барам. Салмақ қуып, уже салмағым бәрі дұрысталып кеп қалды. Бірақ жаңағындай тағы да өкінішті жағдай деймін, сондай тағы келіп, сен әлем чемпионатына бармайтын болдың, Спиридонов барам деп жатыр, сол баратын болды дейді. Мен айтамын, мына дөкейдің баласы жеді ғой мынау. Сөз өтетін қазақ болмады ғой осы жерде. Сөйтсек, сөз өтетін ағаларымыздың бәрі соның сөзін алдыға қойып отырады екен. Ойына келген кез уақытта өйсіп үйінде отырып, жаңағы Азияға қанша Қазақстанда тұрып Азияға күреспеппін. Сол Азияға енді барайын деп жатсаң, анау звондайды дағы, мен барам дейді болды. Қазақстанды ұтпайды, Қазақстанға келмейді. Қатыспайды ғой Қазақстан. Жоқ, ол Қазақстанға қатысу, ол Қазақстанды шынымды айтсам, ол егер даже чемпион болса да Қазақстан туын алып жүрмейтін еді. Неге десеңіз, ол Қазақстанға келіп, Қазақстанда күреспеген адам, ол Қазақстан туында сыйлап тұрған жоқ ол. Ол жай өзінің абыройы үшін ғана күресіп жүрген адам ол. А біздің жоғарыда отырған кісілеріміз оның абыройын, оның арқасында ақша жасау. Бизнеске айналдырып алған нәрсе ғой. Бізде қазір соны қойып күрестіріңіз, болмаса қазақтың қай қарагөз баласын күрестіріңіз. Қарагөз баласы қазақтың туы, мемлекетіміздің әнұраны ойлау үшін сол жерде өліп қалса да сол жерде, ұтылса да өлсе де сол жерде қалады. Ал якуттарды нелерді қарап отырыңыз, мысалы, жай келді, ұтылды, спокойно кете береді. Ана Тигиевті де Олимпиада ойындарында бір хайвай шықты ғой. Финалдағы схваткасын жаңағы сатып жіберген деп. Сол сияқты мысалы, ол Қазақстанның азаматы емес қой. Ол ауатта схваткасын сатып та кете береді ол. Оған ақша болса болды. Ол біздің туымыз, біздің әнұранымыз оларға келіп кетер ештеңесі жоқ. Ол жерден мемлекетіміздің туын көрсе басып кете беруге де күмән жоқ оған. Ол басады да кете береді. А қазақ болса соны көтеріп іліп қояды ғой. Жалпы енді қарап отырсақ, сіздің 66 кило салмақ дәрежесінде ғана емес ондай жағдай. Басқа да салмақтарда болды ғой, мысалы. Сізден басқа, өзіңіз айтып отырсыз ғой, Спиридонов алып кетті қайта-қайта деп. Оның сыртында Шапиев бар. Басқа салмақта сондай бір құрбандыққа шалынып кеткен қазақ балуандар бар ма? Кімдерді айтар едіңіз? Кімді кімге жығып берді? 66-тан басайын, 66-та мысалы жаңағы біздің Сәбит Кендібаев, жаңағы Мадияр Құрамысов, Берік Денгелбаев ағамыз бар. Міне 3 адам бір салмақтың өзінде. 66-та 2004 жылы 2012-ге дейін осылардың жолын міне осы Спиридонов кесіп келді. Спиридонов. Одан кейін Шапиев 74 килода. 74-те бізде қанша қазақтың балалары болды, бірақ ешқайсысы шықпады. Кімдер болды нақты? Қазір айта кетсем, мынау Сифадин Османов болды. Тағы да жас балалар болды. Оларды көруге возможность бермеді жас балаларды. Қайсар Боранбаев. Қайсар Боранбаев болды. Ол кейін 74-тен 84-ке ауысқан кезі болды. Ермек Байдуаш болды 86 килограммда. Азнаур Аджиев, Семен Семенов шығарып отырды. Мысалы, үшеуі де бір жарысқа барады, үшеуі де бірінші күрі ұтып алды. Бірақ Ермекті шалсын, күресе алмайды, мешок, сыртқа тастайды, ана екеуі жас перспективный дейді. Бірақ екеуінің жасын қарасаңыз, Ермектен үлкен. 96 килограммға кеп тоқтасақ, Нұржан Катаев. Жай бір-ақ адамды алайық, Нұржан Катаевтың өзі. Тигиевпен көрдіңіздер, Тигиев уже возраст кеп, уже Олимпиадада медаль бермейтін, бүкілін бәрі көз жетті. Бірақ сонда да Тигиевті ойып отырды. 86 килограммда 2008 жылы Геннадий Валиевті қояды, Геннаны. Валиевтің өгізе салмағы 90 бір нәрсе, чемпионат Қазақстанда да бар, сол күреске қызығатын кісілер де бар.
күрес көрген жерде қарны былай шығып кеткен, семіріп кеткен, жай үйінен жатқан адамды қолынан жетектеп алып келіп чемпионат Қазақстанға күрестірген. Ермекпен де Қайсармен де схваткасын былай шығарып, ұтқызып, сол кезде бүкіл біздегі отырған тренерлер бар, бүкіл жоғарыдағы жаңа федерациямыздағы ағаларымыз бар. Бәрінің көз жетіп тұрды, Валиев бір групптан артық бере алмайды. Оның ұтылатынында бүкіл Қазақстанның көз жетіп тұр. Бірақ біздікілерде жоғары жақтағыларда надежда ол медаль беруі мүмкін шығар деп. Сол кезде мысалы қазақтың баласын қойса, ананың берген схваткасын біздің қазақтың да баласы береді. Бірақ келесі олимпиадада ол бала дайын болады ғой. Жас баланы қойса, жас бала өсетін. Сол кезде мысалы Қайсар Боранбаев та бар, Ермек Байдуашев та бар. Бәрін тастап кетті. Бәрін тастап, Валиев алып кетті. Жас 40-қа келген адамды олимпиадаға алып барды. Енді одан кейін қалай қарайсыз? Ол ұтпайтын бүкіл бәрі біледі. 96 кг тоже сондай болды. 130 кг тоже. Бүкіл салмақта легионер болса болды, легионерлер бірінші кетеді. Енді қарап отырсаңыз, осы Мәулен Мамыров Егемен Қазақстан газетіне берген бір сұхбатында мынандай сөз айтқан болатын. Мен өзімді кей кезде Ресей құрамасында жүргенде сезінемін. Қарап отырсаңыз, 96 жылғы олимпиада жалғыз Мәулен Мамыров барды, қазақтарға айтып отырмыз. Жалғыз Мәулен. 2000 жыл жалғыз Оразғалиев барды. Оразғалиев барды. Мәулен де барды ғой. Мәулен барды. 2004-те Оразғалиев барды. 2004-те Оразғалиев барды. Сонда 3 олимпиадада 3 қазақ барды. Енді кейін қатары көбейді ғой, бірақ сол кезде сондай қаптауының осы азаматтар 2008-де 2 қазақ барды. Иә, 2008-де 2 қазақ барды. Бір қазақ қосылды ғой, көбейді дегенсің ба? Иә. Соны қарап отырсаңыз, енді сол кім мүдделі болды сол осындай кавказдықтардың осы көптеп келуіне? Бізде енді анандай ғой. Жаңағы айтса өзіңе тиеді дейді. Көп жаттықтырушылар кішкентайынан жұмыс істегісі келмейді. Кішкентайынан өзі бала баптап, бала шығарғысы келмейді. Дайын асқа келіп отыра салғысы келеді. Дайын асты жеген оңай ғой. Жаңағы орыстарда айтып жатады ғой, на халявы уксус сладкий деп. Сол сияқты үйде отырып, қазір сізде заслуженный алғыңыз келсе, күреске дым қатысыңыз жоқ, еркін күрес дегенді білесіз, аяққа өту керек. Жаңағы жамбас деген ол ата-бабамыздан келатқан прием. Сол жаңағы жамбасты жаттап аласыз, сөйтесіз, аяқтан ұстауды әр адам, қандай адамды көшедегі біреуге барып, аяқ өтші десең, любой адам екі аяққа өтеді былай қарай. Сол сияқты сол екі приемды жаттап аласыздағы, жаңағындай Спиридонов сияқты анда келген біреуді шақырып аласыздағы, ақшасын бересіздағы, жаныңызды алып аласыз, тренер болып жазып аласыз. Ең оңай нәрсе. Ал кішкентайынан бала шығару, еңбегі ол қанша денсаулық, қанша нерві, қанша семьяны тастап, баланың артында жүру керек. Ол оңай нәрсе емес. Сол себептен оңай нәрсеге тез барады адам. Жаңағы айтады ғой, жаман нәрсеге тез үйренеді. Ал еңбектенуге көбісін барғысы келмейді. Сол себептен сондай легионерлерді тарта беретін, шақыра береді легионерлерді. Сөйтті жаңа тренермін деп жазылып, қазіргі міне мұндағы тренерларымыз Аллаға шүкір міне жұмыс істеп, еңбек етіп, қанша результат беріп жатыр. Мына Өскеменді қараңыз. Қандай результат? Өскемен полный результаттары төмен түсіп кеткен еді. Мына Сайханов Жандос деген бауырымыз барып, екеуміз соперник болғанбыз, бірге күрескенбіз екеуміз. Қазір мысалы Өскемен облысын қатты көтеріп жатыр. Одан кейін Түркістан мен Шымкент бөлінді дағы Түркістан облысы. Жаңа Бауыржан деген, жаңағы көкпарға қызығатын өзіміздің досымыз Мұсабек Бауыржан деген. Қазір Қарабатыр Бауыржан деп жаңағы көкпарда ат шығып атқан бауырымыз бар. Сол Түркістан облысының федерацияның президенті болып отыр. Осы соңғы 3 жылда Түркістан облысын қандай дәрежеге көтеріп жатыр? Жоқ жерден бар нәрсе шығарып жатыр. Қарасаңыз, сондағы бір 2 тренері бар, федерацияның президенті бар, 3 адамның еңбегі бір облысқа сіңіп жатыр. Қатты балаларды көтеріп. Мынау Атырау облысы да қатты неге кетіп жатыр алдыға. Мысалы, кеше Бішкек қаласында 23 жасқа дейін Азия чемпионаты болды, 10 салмақ болды. 10 салмақтың 3-інде Жамбыл облысының спортсмендері, 3-і Өскемен облысы. Енді бізде өзіңіз ойлаңыз, қазір қанша облыс? 4-і басқа облыстардікі. Сонда жұмыс істеп жатқан біреусі Атыраудікі, жаңағы Түркістан облысы, сонда жұмыс істеп жатқан қалған облыстар ұйықтап жатыр. Қай облыс жұмыс істеп жатыр, солар ғана жұмыс істеп жатыр. Сол себептен осындай жұмыс істеп жатқан облыстарға поддержка беру керек та, жұмыс істеп жатқан. А бізде ондай емес қой. Дайын баланы алып кеп, өзі отыра бергісі келеді. Сөйтіп әлем чемпионатына алмай кетті тағы Дания Хернес. Әлем чемпионатына содан кейінгі көңіл күйіңіз. Одан кейін тағы да күресті қойдым дедім, күрес құрсын.
енді күреспеймін дедім, сонымен қайтадан барасың. Соны әкем, мен саған күресті қой деген жоқпын дейді, соны басың түсіріп аласың да обратно қайта кетесің. Сонымен қайтадан кеп, жаңағы бізде облыста управлениямыздың бастығы бар, Гамлет Төреханович, сол кезде басқарған. Одан кейін барып, Әлімбек Жұмабаев деген Қонаевтың турнирін өткізеді. Әлемде ең мықты турнирдің бірі, бірінші орынға $5000 береді. Бізде федерацияның президенті. Сол кісі екеуі үйге келіп, Ақжүрек, Олимпиадаға дайындал, жағдайың істейік, не жағдай керек? Біз саған жағдай істейміз, бірақ сен бізге лицензия бер деп. Мен айтам, егер жағдай істесеңіздер, медаль беремін деп. Сөйтіп арамызда бір келісім болып, ай сайын шынымды айтсам 200 000 теңге ғой. Сол квартирам 100 000 теңгеге, 90 000 теңге ғой деймін, квартира снимать етті, коммус угасымен бір 100 000 теңге. Мынау Достыққа қарама-қарсы, Астанадан, Алматыда, Достыққа қарама-қарсы сол жерде тренировкаға баратын. И 100 000 теңге ай сайын жаңағы продуктыйыма беріп отырады, или болмаса өздері әкеп беріп отырады продуктыйымды. Сөйтіп лицензияға дайындалдым. Сол жолы Қазақстанда тұттым, лицензияны алдым. Одан кейін барып, сол 2011 жылы Қазақстанда тұттым. Лицензияға мен күреседі деп 2012 жылы январда лицензия болды. Сол январда лицензияға күрестім Астанада. Оның алдында біз естуімізше, оның алдында бір прикидка дейді ғой, сондай болды дейді. Иә, Спиридоновпен, мына лицензияға күресуіме аз уақыт қалды, бір 4-5 күн уақыт қалды. Шынымды айтсам, может, одан да аз күндер қалған шығар енді. Салмақ қуып жүрген кезде адамда температура жетіп, галлюцинация дейді ғой, сондай нәрсе болып жатады. Мен қанша салмақ қуышыңыз? Мен 16-17 килограмм салмақ қуатын. Командада ең көп салмақ қуатын мен етіммін. Осы 2008 жылы Спиридоновпен прикидка берем деп, Қазақстанда өз елімде тұрып жатып, сол Якутты дүние жүзін аралап, айына 1 рет, 2 рет салмақ қуатын. Егер бұлай научно алып келген кезде спортта, мысалы, бүкіл жаттықтырушыларда, бүкіл врачтарда бәрі біледі ғой. Бұндай 16-17 килограмм салмақ қуғаннан кейін, мысалы, UFC недегілерін бір 6 ай, 8 ай демалып жатады. А менде айына 1 рет, 2 рет салмақ қуып отыратын. Спиридонов қайқа жарысқа барады дейді, мен артынан іздеп баратын. Салмаққа түсесің, анау жарысқа. Өйткені Қазақстанда күреспейді? Қазақстанда күреспейді. Шетелде ұту үшін соның артынан қуып жүретін. Шетелге салмаққа түсесің, ол алатта сниматься етіліп кетеді жарыстан. Кәдімгі жарысқа күреспей, нагло сниматься етіліп кетіп қалатын. Сен күреспедің сонда амал? Иә, мен күреспеудің амал. Бірақ соны бүкіл ағаларымызға бәрін айтып отырасың, мынаны бүйтейік, мынаны сөйтейік деп. Жоқ, ұту керек дейді. Ұту үшін онымен кездесу керексің. Кездесу үшін жарысқа барасың. Артынан қуып, шынымды айтсам, 2 жыл бойы жүрдім. 2 жылда қанша денсаулығын беріп, қазір міне сол Спиридоновтың артынан қуам деп, давлениетті шығарып алдық, түнімен аяғын қақсайды. Бүкіл ауруды осы Спиридоновтың арқасында шынымды айтсам шығарып алдым десем болады. Сол бір Якутты қуам деп. Соның кейін жолдарын қиысты ғой деп. Иә, сонымен қиысып, енді Қазақстанда мен ұтып отырмын. Ол кезде бізде облыс әкіміміз Қанат Алдырбергенович Бозымбаев, сол кісінің абыройы өте мықты кісі ғой енді. Сол кісі жаңағы Олимпиада ойындарына күресесін лицензияға деп, мен үшін аға боп, жаға боп сөйлеп, осы лицензияға қойғызды. Бірақ соның өзінде енді Спиридонов тоже күрескісі кеп жатыр. Бірақ мен ол сияқты жаңағы пұтыма юбка киіп, басыма орамал тағып ап, қашқан жоқпын жаңа, ағаларым артына тығылып ап. Күресем деп келді, пожалуйста, күресейік. Салмағым 68-69 болып тұр. Уже жарысқа күресуіме 4-5 күн қалған. Оның салмағы 76 сондай болып тұр. Прикидка ма? Прикидка. Мен никогда қашқан емеспін. Сол жерде күресіп, сол жерде ұтып тастағам. Одан кейін Олимпиаданың алдында тағы 2 рет күрестірді, екеуінде де ұтып тастағам. Ол өмірінде мен ұтып көрмеген Спиридонов, шынымды айтсам. Бірақ майлы жердің бәрінде сол барып отырды. Азияға да, Азия ойындарына да, әлем чемпионаты, Олимпиада бүкіл жерге сол Спиридонов барып отырды. Соның кейін енді күмән болды ма енді? Енді бір жұлдызды сәтің деп айтсақ болады, 2012 жылы Тұманды Альбион елінде, Ұлыбританияның астанасы Лондонда енді бақ жұлдызың жанды ғой, әлі Олимпиада ойындарында жүлде алдың. Сол кезде бір сенім болды ма? Сонымен күрестіріп, көп салмақ қудың, қалай енді жүлде алатындай өзіңе сенімді болдың ба? Шынымды айтсам, мен Олимпиада ойындарына кетіп баратқан кезде жаңағы Алтай Танабаев ағамыз бас жаттықтырушы болды ғой, сол кісі. Сол кісі өзінің еліне деген, шынымды айтсам, өте қатты патриот кісі. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын. Неге десеңіз, қазақ десе жанын беретін.
Қазақстанда туылған азамат болса болды. Главное, легионер болмаса болды. Қазақстанда мысалы түрігің болсын, чешенің болсын, китайсың болсын, кім болмасын. Главное, Қазақстанда туылған азамат болса болды, қазақстандық азамат. Болды, сол үшін жанын беретін кісі еді. Сол кезде келісім сөзін айтты ғой. Аха, келісім сөзін айтып, ол кісі мен үшін шынымды айтсам бүкіл өмірін картаға тікті деп айтса болады. Ол кісіге де осы бір газеттерден мен шынымды айтсам бір кісілерде газеттен, интернеттен көрсеткен еді, Дәулет ағамыздың жазғаны бар екен. Ол жаңағы болар елдің жігіттері бір-бірін батырым дейді, болмас елдің жігіттері бір-бірін қатыным дейді ғой. Қатын деп жаңағы айтып жатады ғой. Сол сияқты как турист поедет, так и приедет деп жазып қойғаны бар екен. Кімді? Мені. Сол 2012 жылы бір газетке жазып қойғаны бар. Енді жаңағы білесіз ғой, қазақта аяқтан тартар адамды көп қой. Өзің салмақ қуып жатсың, өзің шаршап жатсың, температура жетіп жатсың, соны әкеп жаңағы телефонмен міне сені өйстіп жазып қойыпты деп көрсетіп кеткен қанша адамдар болды. Енді айтамыз енді жарайды, енді шатаспайтын адам көп. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін кім болса да шатасады, шалынсады. Ол бір нәрсесіне қарап жамандық ойлауға болмайды ғой дейсің да. Бірақ сол олимпиаданың алдында сол Алтай ағайымыз қатты мен үшін переживать етті, қатты келді. Ол кісі, егер де мен олимпиадада медаль бермесем, ол кісі шынымды айтсам өмір бақи спортта жұмысына кірес болатын беді. Сондай оговорка сияқты, сондай мен келді ол кісі. Сондай тәуекелге барды ғой. Сондай тәуекелге барды. Ол кісі 100% гарантия деп министерствоға міне ақ жүк медаль береді деп. Анандай жағдайда болған, олимпиадада қай орын аласың деп. Соны Алла қаласа медаль беремін дейсің. Соны кейбір кісілер болды. Егер Алла қаламаса не істейсің деген. Сондай сұрақ қоятын кісілер болған. Сонда бүйтіп қарайсың да, атеизм дей ма баяғы, Құдайға сенбеу деген. Сондай нәрсе бізде әлі күнге дейін бар екен ғой. Егемендік алғанымызға қанша жыл болды. Бірақ әлі күнге дейін осы Құдайға сенбейтін адамдар бар екен ғой деп сол кезде көресің. Сондай нәрселерден де өткен кездер болды. Егер Алла қаламаса не істейсің деп. Соны бүйтіп қарайсың да, енді Алла қаламаса қаламайды да медальсіз келеміз енді дейсің. Бірақ мен Бозымбаев Алдабергеновичке, Қанат Бозымбаевқа сол кісіге кіргенімде, ол кісіге сразу айтқам, Қанат Алдабергенович, Алла қаласа, Алла жолын берсе, иншалла чемпион боламын. Сіз менен алтын медаль күтіңіз деп. Мен солай айтқам ол кісіге. Ол кісі болды, ақ жүк, мен саған сенем деп. Солай сенімді сөйлеумен бір не түрткі болды, сонда айтсаңыз, мысалы қарап отырсаңыз, 66 кило салмақ дәрежесінде деген кілең ағай мен сығайлар, кілең сайынтасында іріктелген жігіттер. Дүние жүзінде ең мықты салмақ деп айтса болады бұл. Дүние жүзінде неге десеңіз, қай спортта болмаса 66 килограмм ең мықты дүние жүзіндегі адамдар, ең мықты, ең скоростной, ең физикалық тұрғыда мықты адамдардың бәрі осы салмақта болады екен. 66-70 килограммда болады екен. Дүние жүзіндегі ең мықты адамдар. Сол себептен ең выносливыларды. Бірақ шынымды айтайын, еңбек еттік, қанша тер төктім, қанша денсаулық бердім, психологически қанша тұрғыдан өттім, қанша сындырды, өзім бір ойланып қарадым да, не бір қиянаттар жасады, не бір жаманшылықтар жасады, аяғымнан шабуыл жасады, соның бәрінен өттім ғой. Енді алдымда тұрған жалғыз, мына 5-6 адаммен жүздеген адамдар сыртынан аяғынан шауып бүйтіп тартып атқан кезде соның бәрін Алланың беріп тұрған бағымен өттім ғой соның бәрін. Ендігі кезең тек қана алдымда бір қарсылас шығады болды. Сонымен ғана күресем. Неге десең, мына жақтағыдан гөрі оңайда ол күрескен. Бірге бір шығасың. Алла қаласа бірге бір 100 адамды жеңген кезде бір адамды қалай жеңбеймін мен деген сияқты бір ойлар келеді ішке. Бір шынымды айтсам, Алла тағала өзі сенім берді ма, ішімдегі сенім қатты болды олимпиадаға деген. Орын аламын деген. Болашақ қарсыластарыңызды зерттедіңіз, солармен күреспеңіз алдында. Шынымды айтсам, ресейліктердің қалың шоғыры бар. Мен шынымды айтсам, ресейліктерге көп ұтылмайтын. Одан кейін осы олимпиаданың алдында 2 рет олимпиада ойындарының чемпионы Мавлет Батыровты да ұтып алғам Россияда. Сол себептен мен шынымды айтсам, россияндерден ешқайсынан қорқатындай ондай жағдай болған жоқ. Менде көбінесе кішкене бір келетін мынау иранецтер, Иран палуаны Тагави, сол кішкене салмақ маған қарағанда аз болатын, и скорысы екеуміздің күресіміз бір дейтін. Мен кішкене күмәнданғаным сонан ғана болатын. Онда егер де сонымен финалға шығып жатсам, бірақ ол арғы подгруппаға түсті, көрдім да, енді Алла қаласа екеуміз финалда жолығамыз ғой деп сөйтіп ойладым. Ол 2 рет әлем чемпионы болған. Шынымды айтсам, мен жеребьевкаға көп қараған жоқпын. Неге десеңіздер,
салмақ көп қуғандықтан 250 граммды 3 күн қудым. Сол Олимпиада ойындарында 3 күн тамақ ішпей күніге баняға түсіп, шынымды айтсам, өлген жерім өшер ме деп ойладым. Соңғы 75 грамм ба, 70 грамм ба сондай салмақ. Осындағы досым бар, қазіргі мынау спорт колледжі бар ғой, жаңағы РКС дейді ғой. РКС-тің директоры болып отыр, Ернар деген өзім досым. Сол Олимпиада ойындарында ол кезде Тараз, Жамбыл облысында жаңағы Центр олимпийской подготовки ЦОП-тың директоры етін. Сол менімен бірге сол Олимпиадаға барған. Жанымда жүрді, көмектесіп, солар жанымда жүріп, ақжүрек, тұрыш, кішкене жүгіріш, 70 грамм ба сондай қалды, солар біледі. Жаңа Ибрагимов Ернар деген. Ары бері жаңа қолымнан сүйрейтін не қылады. Шынымды айтсам, жүгіре алмаймын, тұра алмаймын. Орнында жатам болды. Соны жаңағы Ернар досым тұрып, ақжүрек жүріп дәрет алайық. Намаз уақытыға қап деп барып дәрет алып, кесем уже салмақ өлшеу басталып кетті. Соны Ернармен салмаққа кіріп шығайыншы. Түссе, түспесе болды, қоям Олимпиадаға, күреспеймін. Уже сезіп тұрмын, уже болды, келді менікі президиум. Өзім аяғыма тұра алмай жүрмін, жүре алмай. Сонымен жетектеп апарып жаңағы взвешенияға кіргізіп жіберді комнатына. Кірсем, салмағым 66-та 50, 66-та 50 осылай болып тұр. Шынымен Аллаға жанып тұрмын, Алла 66-00 қылшы деп. Жаңа весейдің тоқтайтын уақыты бар, соны 66-00 болады. Одан кейін келіп жеребепке кіммен түстім, кім, ондай ештеңке қараған жоқпын. Жаңа компьютерді басып, арғы бетке өтіп, сол жерде жаңағы Ернар бар, жаттықтырушыларым бар, бәрі жаңа мақтамен аузыма су құйып, жарты литр суды шынымды айтсам 2 сағат болып отырып іштім. Асқазан жүрмейді жаңағы әрең дегенде восстановление. Таңға дейін су ішіп, өз-өзіме келдім. Таңғысын жаңағы жарысқа ұйықтап қап, жаңа Шабанбай досым оятып ап, Дәулет 125-ке күресті ол. Тұр ұйықтап қапсың жарысқа деп. Соны оятып жіберіп кесем, жарыс уже басталып жатыр. Армян бірінші күрек Катардың палуанымен шығу керек еді. Сөйтіп Катардың палуаны шықпай қалады, неявка болып. Ол 6 минут тағы күтетін уақыты бар. Сол 6 минут күтіп тұрған кезде мен келем. Келе салып, жаңа борцовкімді киіп, разминка жасамай, уже коверға шығу керекпін. Жаңағы маған қалдырып кеткен жаңа бір тренер бар. Енді атында айтпай қойын, енді өзіміздің қазақтар ғой, оятпай азанда кетіп қалған. Қарап тұрсаңыз, біздің Қазақстанның мемлекеттен айлық алып отқан жаттықтырушы ол. Ол өз қалтасынан, өзінің ақшасына, қаражатына барып отқан жаттықтырушы емес, ол өз қалтасынан емес, мемлекет осы бізді спортшыларды апарып, жағдайын жасау үшін жіберіп отқан жаттықтырушы. Сол жаттықтырушы мені азанда оятып, жарысқа алып бару керек. Менің жанымда жүру керек ол. Бүкіл Олимпиада ойындар біткенше мен жанымда жүру керек. Ол базаға доступы бар кісілер, карточкасы бар, несі бар. Солар тастап кеткен, жалғыз өзім жаңағы булочкамды алып, кофемді алып, жүгіріп жарысқа барсам, уже қайта алға сақтап, анау Катар шықпай қап. Егер Катар шықса, армян ондан болады, одан кейін мені шақыратын еді. 6 минут оны күтті, одан кейін барып, келесі минут мені күтеді. Сол күтем дегенше тез арада борцовкаларымды немді киіп, коверға жүгіріп шығып кетіп, жаңағы Квитковскиймен күресіп шыққам. Квитковскиймен қалай болды? Ол атақты балуан Али Алиев, Медведевтің гран-при турнирларында жүлдегер атанып жүрген, ал Медведевтің турнирі, кімнің турнирі, жаңағы Али Алиевтің турнирі, кіші әлем чемпионатына баланған дүбірлі додалар ғой. Енді ол өте жақсы палуандардың бірі, мировой неде. Шынымды айтсам, сол Олимпиададағы нелерді шығарып қараса болады. Ішіндегі единственный Олимпиададағы мастер спорта мен ғана болып тұрмын. Даже мастер спорта международного класса да емеспін. Қалғандардың бәрі, дәрежем жоқ, қалған бәрі заслуженный, ең төмені жаңағы международник қой. Единственный олимпийский. Бұл енді спорттың тілімен айтсаңыз, аутсайдерсіз ғой. Ең жаңағы анау Қазақстанмен жаңағы Бразилия футбол ойнады деген сияқты ғой жаңағы. Ұттыңыз Квитковский, да? Квитковскийді ұтып алдым бірінші. Содан кейін Давид Сафариямен күрестіңіз, Европа чемпионатының қола жүлдегері сол кезде. Келесі жылы әлем чемпионы болды. Ол спортшымен Онымен кездеспеген, бірақ ол спортшымен кездеспеген, бірақ оның алдында осы Астана қаласында жаңағы Олимпиада ойындарына дайындалып жатқан кезде 2008 жылы Олимпиада ойындарының қатысушысы бар, Жасқан Мұхтарбекұлы деген өзім досым. Комнатада 2 ноутбук, бір iPad тұратын, интернет қосып қойғам. Түнімен бүкіл менің қарсыластарымды қарайды, күрес қандай. И сол қарсыластарға күніге біреуіне күрес қоям. Күніге біреуіне дайындалам. Солай дайындалғам.
Сол себептен Квитковскийға да, Сафарянға да өздеріне каждыйына өзінің күресін әрқайсысына әртүрлі күреспен шығып отқам. Сондай дайындалып, үйсіп күрескен кезетін. Енді ерекше есте қалған енді жартылай финалдық сайыс қой, енді алтынға бір табан қалдыңыз. Сол кезде даңқты енді Иран, Үндістанның мақтанышы, Үндістанның енді бағына туған ұл деп айтсақ болады, Сушил Кумармен күрестіңіз. Өзімнің қойған тактикам бар етін, жаттықтырушылар да білет, бірінші период ұтылам, бірақ ешқайсың сөйлемеңдер, мен оны екінші, үшінші периодқа дайындаймын деп. Сон бірінші период ұтылдым, бірақ өзімнің бүкіл қойған тактикам жасап шықтым, екінші период ұтып алдым, үшінші период бүкіл ел көліп отыр ғой, шаршап отыр, 3-0, 3-0 деген ол шынымды айтсам абсолютный победа ғой ол уже. Ол жерде мынандай деп айтуға да болмайды. 50 секунд қалды ғой, егер қателеспесем. 49 ба, 51 ма сондай секунд қалған уақыт. 50 секундта ондай бал береді деп шынымды айтсам, ешкім 5 бал береді деп ешкім. Қазақстаннан сол күрес федерациясында Дәулет Тұрханов ағамыз ғана бар. Сол кісі ғана. Олардың бәрі білет. Правиламызда біздің солардың шығарған правилалар ғой енді. Мировой күрестің федерацияның басшылары болып отырып. Егерде осындай кілемде отырып, жаңағындай бір жеріңді ауыртсаң, отырған кезде жаңа судья келіп тұр дейді. Тұр дегенде жаңа бір жеріңді көрсетсін. Егерде қан шықпаса, сенің қарсыласыңа 1 бал береді. А егерде қан шықса, саған бал береді, болмаса бірінші камераны қарайды. Не жағдай болды? Егер жаңағындай тістеп алған болса, ананың балдарын алып тастайды, маған бал қосады. Ол жерде маған 2 бал, ананың алған артына шыққан үшін 1 бал беретін еді. Ол кезде счет 5-1 менің пайдамда болатын еді. Бірақ енді бүкіл отырды, Дәулет ағамыз отырды, көріп отырды, бәрін қарап отыр. Қазіргі енді анау ешегім судан өткенші дейді ғой жаңағы. Қазіргі отырған кезде жаңағы айтады, сен егерде сүйерде челленджді лақтырсаң, челленджді, сен олимпиада чемпионы болып тұрдың ғой деп. Мен айтам, мен білем деймін. Егерде сүйерде балды берсе, мен япон палуанын ұтатын едім, японцы. Мен ол кезде олимпийский чемпион болатын едім, оны сізден бұрын мен де білем деймін. Бұл жерде енді бұл жерде мен қазір енді әр балам менің қазір жарыстарда күреседі. Егерде төрешілер дұрыс судить етпесе, мен балам үшін шығып төбелесем мен коверға. Неге десеңіз, ол менің баламның еңбегі. Біреусінің әкесі жоқ, біреуінің шешесі жоқ, біреуінің жағдайы жоқ. Жағдайы бар бала ол қиын спортқа келмейді ол ешқашан. Жағдайы бар адам ол қиын спортқа келмейді. Бұл спортқа келетін, бұл спорт түрі бізде Қазақстанда тегін. Неге жағдайы жоқ балалар теннисқа бармайды? Неге гольфқа бармайды? Неге футболға бармайды? Неге десеңіздер, ол жақта ақша төлейді ғой. А мына жерде тегін спорт. Бокс тегін, күрес тегін, дзюдо тегін. Сол себептен осы спортқа жағдайы жоқтар келеді. Осы спортқа жағдайы жоқтар келіп, өзінің әкесінің, шешесінің атын шығарып, әкесінің, шешесінің жағдайын істеу үшін қанша денсаулығын беріп, осы спортқа келеді. Қанша денсаулық береді. Сіз тенниста денсаулық құртпайсыз ғой. Гольфта тұрасыз. Жай ең ауыры күреске ғой. Қанша болады? 1 кило 200 грамм ба? 1 кило 200 грамм ең ауыр нәрсе көтергеніңіз сіздің. Ол енді сондай спорт. Ал мынандай спортта сіз 1 кило 200 емес, күніне 1 тонна 200 килоны көтеріп түсіріп атасыз ғой. Тренировка істегенде качка жасап. Сол себептен қарапайым халықтың бәрі осындай спортқа келеді. Сол себептен ол жерде білмеймін, енді қалай айтатынын. Енді былай қарасаңыз, енді ол жерде ердің ерлігі ғана емес, сіздің ерлігіңіз ғана емес, елдің елдігі сынға түсіп жатыр ғой. Бұл жерде шынымды айтсам, сонда бір ақырынып теңдік сұрайтын адам табылмады ма? Сондай адам болмай тұр ғой. Өзімнің елім, мемлекетім үшін деп, мысалы, ол егерде мен чемпион болып жатсам, ол менің жеңісім емес, ол елдің, мемлекеттің жеңісі болатын еді. Мүмкін төрешілер де сонда жұман аузын ашпады ма? Төрешілер ол қазақсың ба, басқасың ба, оларға керіп кетер ештеңкесі жоқ. Олар өздерінің ақшаларын алады. Төреші болған үшін, болмаса жаңағы олимпиада ойындары, жаңағы мемлекеттік, жаңағы мемлекет арасындағы өте дәрежесі үлкен жарыс қой. Сол себептен индус қалай сөйлескенін бір алла біледі. Сол себептен оларға разница жоқ осы төрешілерге. Кім ұтып жатыр, кім ұтылып жатыр. Оларға жаңағы өзінің қаражатын алады, төленіп жатқан болды. Оның жұмысы сол. Ол сүйерде тұрып шатасып қалуы мүмкін төреш. Бірақ камерадан көрсетсең, қайтадан сол нәрсені көріп, әр адамға
возможность беру керек қой. Енді сіз ойлаңыз, доли секундтар 5-6 секунд өтіп жатқан нәрсе бросокқа ұшты, қайтып тұрды. Судья бір мезетте жіберіп алуы мүмкін сондай нәрсені. Ал бірақ камера сол үшін тұр, соны көру үшін. Соны көріп, мен мына жерде жіберіп алыппын. Қайталап көрді ма сонда? Қайталап көрген жоқ, соны қайталап көру керек еді, бірақ көрсетпеді сол нәрсені. Егер қайталап мен өзім талап еттім, құлағымды көрсетіп, міне тістеді деп. Бірақ біздің бапкерлер жаңағы челленджді уақыттырған жоқ. Сол челлендж уақыттырылмағаннан кейін ол схватка обратно көрілген жоқ. Бапкерлердің әрекеті қызық екен, челлендж уақыттырмаған ондай сәтте. Соны жаңағы көбісі сұрайды, неге деп. Мен бапкерлердің өзінен сұрау керек қой деймін да, неге уақыттырмадың деп. Мен енді білмеймін ғой деймін да оларды. Оларды енді көрген жоқпыз дейді. Енді бүкіл ел, бүкіл халық көріп отыр, бүкіл зал көріп отыр. Қазақстаннан көріп звондап жатыр елдер. Бірақ бапкерлер көрмеген, сондай жағдай тоже болады. Жарайды, енді алтын кетті дейік, енді қола медаль үшін тартыс. Алдыңызда Бейжің олимпиадасының жеңімпазы, әлем чемпионы Рамазан Шахин. Түркияның балуаны, негізі Дағыстандық қой, шешен жігіті ғой. Иә, шешен, Сайтиевтердің інісі. Ол Рамзан Ибрайханов деген атпен танылып жүрді ғой. Қасайбөрттің тумасы дейді. Кейін Түркияның намысын қорғап, сол жігітпен қалай болды? Сіз барамаған Бейжіңде сол жігіт атой салған олимпиада ойындарының чемпионы деген дардай тағы бар. Ол жігітпен қалай өрбіді? Шынымды айтсам, схваткамыз қиын болды, бірақ енді іште сенім болғаннан кейін ұтам деген, шынымды айтсам, Рамазанға ұтам деген бір ой болған жоқ менде оғанда. Неге? Олимпиада чемпионы ғой. Енді олимпиада чемпионы ол 2008 жылы болды. Одан бері 4 жыл уақыт өтті. Одан кейін барып, енді мен де сол олимпиада ойындарына ұтылам деп барған жоқпын, ұтам медаль алам деп бардым. Сол себептен, егерде ішіңде бір күмән болса, маған ұтып қалатын шығарым деген. Сол күмән ең жаман, сенің қарсыласың сол күмән болады. Сен өзің қарсыласыңнан емес, сол күмәніңнен ұтыласың. Ол ішінде уже мандраж дейді, мандраж пайда болғаннан кейін адамның уже күресі де жүрмейді, қол-аяқ жұмыс істемейді. Сондай нәрсе болады. Сол себептен мандраж болған адам, ол шынымды айтайын, никогда чемпион болмайды ол. Сол Дағыста балуанмен қалай өрбіді белдесу? Енді күресіп өзімнің қойған тактикам бар етін, мен білем, что екінші, үшінші периодта көп адам шаршататынды. Жаңағы функционалка дейді ғой, мен функционалкам жақсы болатын. Ең бірінші менің козырым, ең мықты козырым осы функционалка етін. Функционалкамен шаршату. Бірінші периодтан шығып, қол аяғын тарта берем, ұтылсам да қарамайым бірінші периодқа. Біраз діңгелетесіз ғой. Сөйтіп екінші периодта шыққан кезде оның уже қол аяғы тырысып бастайды. Екінші период тағы да, екінші периодтың 1,5 минутына дейін тағы тартып отырам, қалған 30 секундында ғана жұмыс істейтін. Ал үшінші периодта шыққаннан қосам, уже явный победа дейді ғой, явный победаға баратын. Неге десеңіздер, үшінші периодқа дейін бізде еркін күрес ол ең спорттың қиын спорттың бір түрі ғой, өте қиын. 6 минут бойы еңкейіп, бір-бірін бүкіл күшін салып күресу ол оңай емес. Сол себептен кімнің төзімі мықты, ішінде характері бар, солар в основном шығып жатады. Олимпиаданың алтыны бұйырмады, бірақ қола медальмен оралдыңыз. Енді қазақстандық өлшем бойынша ашық болса да шындық қой, қола медальдің өзі Қазақстан еркін күрес шеберлері үшін орасан зор табыс деп айтуға болады. Өйткені соншама жыл тарихымызда осы тәуелсіз қалғаннан бері 7 олимпиада қатыстық қой деймін. Осы 7 олимпиаданда 7 жүлдеге иелік еткен екенбіз. Соның 7-інің 2-і ғана қазақ жігіттері. Бірінші Мәулен Мамыров еген 96 жылы Атланта олимпиадасында, екінші енді 2012 жылы Ақжүрек Таңатаров. Яғни сіз сол енді Мәуленнің ерлігін қайталап қола медальмен елге оралдыңыз. Енді алтын үшін бардыңыз, бірақ қол алдыңыз. Соған енді қандай көңіл күйде болдыңыз? Олимпиада ойындарына кетіп барған кезде алтын алам деген ой болды ғой. Енді Алла тағаланың бұйыртқаны осы шығар. Бірақ келген кезде шынымды айтсам көңіл күйім түсіп, қатты бір андай көңіл күй болмай жүрді. Сон осы Алматыда или болмаса Астанада есіме түсіре алмай тұрмын. Сон жаңағы мегада ғой деймін. Кетіп баратып, жаңағы эскалатормен кетіп баратырмын. Соны бір апамыз қолымнан ұстап, "Ей, Ақжүрек, сен Ақжүрек емессің бе?" деп. "Иә, апа" деп. "Құлақты берсең де намысты берме" деп. Жаңағы сөйтіп үлкен апа,
сөйтсек жаңағы олимпиада қарайды, бүкіл чемпиондарды бәрін біліп отыр да. Соны қарап, осындай апаларымыз айтып жатыр деп қуанып, жас балалар, жас қыздар кішкентай кеп жаңағы суретке түсіп, аға олимпиадада орын алдыңыз, тістеп алды, ауырды ма, бүйтті ма деп сұрап неғып жатады. Содан кейін барып, қола медаль болса да, елің үшін, мемлекетің үшін бұл да бір абырой ғой деп. Енді өткен нәрсеге өкінбе дейді, бірақ өкінесін басқа болады. Бірақ бәрібір уже өтті, кетті. Қола медальмен қанша өкінсең де, қанша жыласаң да, қанша қуансаң да, сол нәрсе, сол медаль үйіңде тұратын, сол медаль историяда жазылатын сол қола медаль ғой. Енді тағы бір үлкен ерлігіңіз 2017 жылғы әлем чемпионатында қола медаль алдыңыз тағы да. Енді біз енді еркін күрестен әлем чемпионатында қола медальда күнді алып жатқан жоқпыз ғой, бір сөзбен айтқанда. Сол қарап отырсақ 2012 жылы, 2017 жыл арасында 5 жыл екен. Соны 5 жыл уақыт аралығында мен қарап отырсам, сіздің өмірбаяныңызды осы бағдарламаға дайындағаныңыз зерттетін бір қомақты жарысты бір ұтпапсыз, ірі жарыстарда. Оның себеп салдарын неде қойып кеттіңіз ба, спортта әлде жарақат алдыңыз ба, басқа да себептер бар ма? Енді 2013 жылы Олимпиада ойындарынан кейін Венгрияда 74 килода әлем чемпионатына күрестім. Бірақ сол Венгрия қаласына кетіп бара жатқан кезде, Венгрия мемлекетіне Будапештке кетіп бара жатқан кезде жаңағы тамаққа кішкене дәрі қосып, атырап жететіп жүрген кез болды. Кімдер сонда? Соны енді қолмен ұстамаған жоқпын, көрмегеннен кейін білмедік. Бірақ енді айланып келгенде қарсыластар ғой. Әйтпесе 55 килограммға, болмаса 130 килограммға мен керек емеспін ғой салмақта. Сол себептен өзім салмағымда содан ауырып, шынымды айтсам, біраз уақытқа дейін өз-өзіме келе алмадым. Одан кейін 3 операциядан өттім. Жаңағы ауырғаннан кейін жаңағы аяғымда сүйектер мениски дейді ғой. Барестерде ең жаңағы осал тұсы кетіп қала береді. Сол 3 операцияға кіріп шықтым. Жарыстарға, ана жарысқа барам деп отқанда әр жаңағы операциядан кейін 7-8 ай демалысы бар. Сол себептен демалып 2016 жыл олимпиадаға алдыма мақсат қойып, осы олимпиада күресіп, осыдан кейін қоям деген бір мақсатпен келгем. 2016-ға 65 килограммға салмақ қуып, міне 18 килограмм болса 18 килограмм қуып күресем деген. Бірақ ол кезде біздің мемлекетіміздің еркін күресін Белоглазов деген, Сергей Белоглазов деген, Анатолий Сергей Белоглазовтардың. Сон Анатолий ма, екеуін біреу ұшым. Қайсысы екенін білмеймін енді. Маған шынымды айтсам, олимпиада чемпионы болғаны болмаса, қалғандым қызық емесі. Неге десеңіздер, жаттықтырушы ретінде де оның сыйлайтындай бір дәрежесі жоқ. Мысалы, спортта болғаннан кейін жаңағы бізде анау мынандай ғой, мынау мынандай ғой деп айтып жатады ғой. Олай емес, әр нәрсені шындықты өзінің бетімен, өзінің орнымен айтқан дұрыс. Жарайды, олимпиада чемпионы, оның орны бөлек. Олимпиада чемпионын орнымен алтын медальді бөлек сыйлау керек. Ол бөлек. Ол спорттағы болғаннан кейін өз арасындағы жаңағы бір-біріне деген сыйластық. Олимпиада чемпионы әңгімем жоқ, сыйлаймын. Бірақ жаттықтырушы ретінде келген кезде, жаттықтырушы одан кейін адами қасиетпен келген кезде шынымды айтайын сыйлай алмаймын. Жалғыз мен емес, бүкіл Қазақстан спортшылары сыйлай алмайды. Оны только бастықтар ғана сыйлайтын шығар, оны федерацияның. Ол осы күнге дейін айтылған нәрсе, осы күнге дейін айтып келгем, осы әлі тірі тұрған кезде осы өміріміздің қанша қалғанын білмейміз ғой. Қанша интервью болса сол кезде де айта аламын. Неге десең, бүкіл Қазақстанның күресін ең бірінші құртқан адамдардың бірі осы Белоглазов. Сонда жаңағы сіз айтып отырған даңқы дүркіреп тұрған Белоглазов бапкерлік кәсіпті өзін мойындата алмады дейсіз бе? Бізге Қазақстанға шақырып қойсаң бір не болу керек қой, бір Қазақстанға шақырып, мысалы, үшін бапкер ретінде де еш нәрсе тындырмады деп айтып отырсыз, бұрынғы болған дейінде? Иә. Қазақстан ол Беларусияда тренер болды, Америкада тренер болды, Кореяда тренер болды, Россияда тренер болды ЦСКА-ның. Оған экспериментальный, шынымды айтайын, 101 нәрсе баланы алып, интернат сияқты сборный Россияның балаларын алып дайындап берген. Соның ішінен 90%-ін жүрегі отырған. Оның бүкіл нәрсені, мысалы, бір жаттықтырушы алатын болсаң, бұл мемлекеттің, мысалы, менің өзімнің үйімдегі бір жаңағы атқорымда тұрған сиырғанды бағатын, болмаса фазендада жүрген мал шауып атқан жоқпын ғой. Мен мал шасам да малшынды да қараймын мен. Ол малды қалай бағады, қойды қалай бағады, жылқыны қалай бағады, түнде қораға қамай ма, қамамай ма. Егер түнде қораға қамайтын жылқышы болса, онда ол жылқышыны алмаймын. Неге десеңіз, биелерім құлын тастайды. Оның әрқайсының орны бар ғой. Бұның даже малшы сияқты
опыты жоқ адам ғой бұның. Менің малшыларым мысалы өзінің жұмысын жақсы біледі. Бұны алып келді, 20 мың доллар, сіз ойлаңыз, әйелі мен қызы Америкада тұрады, оның перелеттарын бәрін Қазақстан төлейді, оплачивать етеді перелетін. О Америкадан келіп кету қызы мен әйеліне жоқ дегенде 5-6 мың доллар ғой, айына бір рет келіп кеткен. 20 мың доллар зарплатасын төлейді, және де охранасы бар, астында мәшесі бар, квартирасын тағы төлейді. И полный киімі, тамағы. Айына 30 мың доллар жай ғана шығады. Ал бірақ оның Белогазовтың бізге дейін келген кездегі дейінгі результатын сұрау керек қой. Не результат бердің, не чемпион дайындадың деп. Бір чемпионы жоқ оның дайындаған. Оны қалай мемлекеттің, ол біздің ертең мемлекетіміз, артымыздан келетқан балалар еліміздің туын көтереді ғой. Сонда біздің туымыздың бәрін креске қойып, Белогазовты бірінші орынға қойған болып тұр ғой. Келді, бүкіл Қазақстанның спортын құртты. Қазір әлі аяққа тұра алмай жатыр Қазақстан спорты, еркін күресі. Еркін күресі соның кесірінен әлі аяққа тұра алмай жатыр. Қанша баламызды спорт қойдырып, қанша баламызды жолдан тайдырып жіберді. Бір-бірімен шағыстырып, бір-бірімен басқа салып, нацияға бөлінбейсің ғой. Бірақ еврейлердің ішіндегі нашар еврей шығар деп ойлаймын. Қанша жыл еңбек етті біздің елде Белогазов? 4 жыл ма? 4-5 жыл еңбек етті ғой. 4-5 жылда ойлай беріңіз енді. 360 мың доллар жылына расход жасап отырды Белогазов. Құр өзіне 360 мың доллар жылына. Сұмдық ақша екен. Енді 360 мың доллар оңай ақша емес. 360 мың долларды егер де 20 балаға қойсаңыз, бір жылда қанша сбор өтеді, қанша айлығы бар, бір команданың, мемлекеттің бір командасын содержать етуге болады. Сол ақшаға, қаражатқа. Жалғыз болмайтын бір тренерді алып кеп. Одан кейін барып бізге кімді Гатсаловты алып келді. Оған 15 мың доллар ма тоже зарплата төледі. Қажымұрат Гатсалов 5 дүркін әлем чемпионы. 5 дүркін әлем чемпионы, олимпиада чемпионы. Енді соған кеп тоқтасақ, ол не көрсетті? Бапкер ретінде. Бапкер ретінде. Сол жаңағы енді ондай бір сүзгіден өткізбеген, ондай оның Белогазовтың келуіне, айтып отырған Гатсаловтың келуіне тікелей себепкер болған кім сонда біздің елде? Бізде Белогазов пен Гатсаловты шынымды айтсам кім екенін білмеймін алып келген. Осында Қазақстанға келіп бір пайда болып кетті енді. Бірақ Белогазовты бізде федерация вице-президенті Қожасбай Ерлан. Сол кісімен Ислам Байрамов екеуі алып келгем, егер шатаспасам. Бірақ бірінші келген кезде қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шықсын дейді. Сол сияқты келген кезде жақсы етін, келіп контрактқа қол қойып алғаннан кейін өнерін көрсете бастады ғой. Ананы көрсетіп, мынаны көрсетіп, сөйлесең анау көке шығады, сөйлесең мынау көке шығады. Соның Белогазовқа сөйлейім деген арқасында дисквалификацияға да кеттім, айлықтан да алып тастады. Бірақ Қазақстанда сол командада капитан командада да қойған жоқ. Ең возраст үлкен менмін, ең результаты мықты менмін, бірақ менің өзім қойған жоқ. Неге десеңіздер, капитан команда қойса, капитан команда бүкіл жағдайды айтады ғой. Сол себептен Белогазовқа да ол керек емес нәрсе болды. Сол себептен бәрін сырып тастап, өздерінің пайдасына жұмыс істеп отыр. Сонда сіздің 2016 жылы Токио олимпиадасына, кешіріңіздер, Рио-де-Жанейро олимпиадасына баруыңызға кедергі келтірген сол Белогазов қой. Әйтпесе мен қалай болды? Сонда алып тастаудың жолы қандай болды мысалы? Күрестірді ме, жыртылдыңыз ба? Лицензияға күрестірмей қойды. Дисквалификацияға жіберді. Лицензияға қай салмақта, қай жерде күресуіңіз керек? Монғолияға күресуім керек еді. Монғолияға салмақ ұстап, Ардақ Назаров ағамыз да біледі, соның залына барып, сол ненің боецтердің новый технологиялары бар, салмақ қуатын. Солардың технологияларымен салмақ қуып, салмағым 68 килограмм, 67 килограмм болып, уже шынымды айтсам, баяғыдай қазақбайша салмақ қуу, шаршау деген жоқ. Енді боецтердікі өте дамып кеткен ғой. Солардан көмек сұрап, Ардақ ағамыз есігін ашып, болды ақ жоқ, проблема жоқ деп, бүкіл көмектерін беріп олар. Мына деп салмақ қуып бастаған кезде, жаңа Белогазов, Бауыржан Оспанов ағамыз ол кезде федерацияның президенті еді, осы Қазақстанның. Сол кісі айтып жатыр, сені күреспесін деп айтты, бүйтті, сөйтті деп жаңағындай. Сол кісіден запрет келді деп тоқтатып тастаған. На самом деле кейін 2017-тен кейін сол Бауыржан ағамызбен тоже сөйлесіп, сөйтіп отырсақ, ол кісілер мен 65-ке қуса екен деген ой болған. Бірақ енді ол кісі өте жоғарыда тұрған кісі, ол кісімен күніге кездесе бермейсің. Оны бір досың емес болмаса, жаңағы бірге жұмыс істеп жүрген адам емес қой, күніге кездесіп отыратын. Ол кісілер бизнесмен, қолы тимейді. Сол себептен кейін ол кісімен кездескен кезде ол кісі айтып отыр, сенің қумадың ғой деп. Керісінше маған мыналар басқаша жеткізіп, сені қумасын деді, бүйтпеді, дисквалификацияға жіберсін деп, ана кісінің жаманаттығы маған. Сонда қарасаңыз, екі қазақтың ортасында
іріткі салып отыр. Әйтпесе мен олимпиада призері болып отыра, мысалы сыртынан айтсам да болады, Бауыржан ағамыз неге осындай иттік жасады, неге бүйтті деп айтсам болады. Ертең күні ол кісіге ол әңгіме жетсе, дұрыс емес болып жетеді. На самом деле шындыққа келсеңіз, айдауадан кеп еврей бүкіл қазақты шағыстырып бір-біріне бетпе-бет сап отыр. Бүкіл қазақ сол еврейдің аузына қарап, еврей қашан басымыз шабады екен, қашан айлықтан алады екен, қашан айлыққа қояды екен, қашан бізге нан береді екен деп, сол еврейдің бетіне қарап отырдық. Сонда жаңағы Белогородтан тебіріш көрген жалғыз сіз ғана ма, әлде басқа да бүкіл Қазақстанның қазір мынау күрескен балалардың командасын бәрін алып, даже жаттықтырушыларын да алып, осындай бір эфирге, прямой эфирге жаңағы залға келіп отырғызсаңыз, Қазақстанның небір шындықтары шығады, небір ақиқаттары ашылып, қалай жұмыс істегені, қалай қысым көрсеткені, қалай балаларын жібермей сборға кіргізбегенін бәрі айтылады. Бізде қазақта білесіз қой, жарайды қоя салайықшы, кешіре салайықшы деп, ертең жұмысыма зиян тие ма, басқа тие ма деп. Енді қазір осы күнге дейін осындай дәрежеге жетіп, қазақтың балалары үшін сөйлемесек, онда бұл дәрежеге жеткенім мен де сол еврейдің ар жақ бер жағы боламын ғой. Неге десеңіз, басымды екі бұтым ортасына тығып алып отыра берсем, қазақты кім көтереді? Қазақтың артынан келе жатқан балаларды. Қанша қара көз балаларымыз отыр, қай ағам сөйлейді екен мен үшін деп. Сол қазақ қара көз балалар үшін сөйлемесек, ертең күні жаңағындай сырттан келгендер жеп қайтып кетіп қалады. Сол үшін өзіміздің қазақтың жігіттері, қазақтың қара көз болашақ жастарымызға сөйлемесе, онда спортқа дым келудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша Қазақстан ұлттық құрамасын өзіміздің қазақстандық бапкерлер баптау керек қой? Әрине, мысалы шетелден бапкер әкелесіз ба? Ол бапкер мысалы айлық алады. Мысалы Белогородты айтайық, ол 20 мың доллар айлық төледі оған. Ол бапкер келгеннен кейін, ол бапкерді ешек сияқты жұмсау керексің. Ешекке жем бересінде үстіне 2 мая шөп басасың ғой. Жем бермеген шөп берген күні 1 мая басасың. Сол сияқты 20 мың доллар бердің, 2 мая шөп басу керексің оның үстіне. Ол шын қазақи тілде бетке айтқан кезде біздің Қазақстанға келіп отырған ешегіміз. Ол жұмыс істеу керек. Оны жұмыс істеу үшін алып келдік оны. Оны біздікілер алдына бас қояды. Бірінші күні қойдың басын, екінші күні бұқаның басын қояды. Сөйтеді да жай бит тақтан көтереді да басына ойып алады. Одан кейін не істейді ол? Туалетке баруға ерінеді, соның басында отырып жібере береді. Әңгіменің ашығы солай да. Ол біздің басымызға дәрет алды ғой. Қазақтардың басына отырып дәрет алды. Әңгіменің ашығына келген кезде ол дәрет алып отқан адам. Оны келді ма, басынан ұрып тұрып, өзінің алған ақшасына ол соны еңбек ету керек. Оның еңбегі медаль беру керек Қазақстанға. Ол келді ма, 20 мың доллар үшін 20 бала емес, хотя бы 2 бала шығару керек. Жоқ дегенде 2 бала шығару керек. 20 мың доллар үшін ай сайын 20 мың доллар алып отқан адам ұйықтамай сол баланың жанында қону керек. Соны шығару керек. Оның результаты қазір көтеріңіздерші 5 жылда не көрсетті? Не көрсетті? Басшылар шақырып, не көрсетті Белогаз деп сұраңыздаршы. Бәрінде проигрыш, бәрінде проигрыш. Бірақ Белогаздың сөзі бүкіл жерде жүрді. Кім командада күреседі, кім күреспейді, соның бәрін Белогаз шешті. Сонда Қазақстанда 16 миллион халық тұрып, жалғыз біреу тыңдады ғой, қанша басшыларымыз бар. Сонда басшыларымыз да соның сөзін алдына қойды ғой. Неге? Сонда бізде мамандар жоқ па? Бізде шығаратын. Бізде де мамандар бар ғой. Маулен ағамыз неге қоймасқа? Ислам ағамыз неге қоймасқа? Әкел қой. Сөйттағы күрескен. Анау да олимпиадада медаль берген. Маулен ағамыз да берген. Маулен ағамыздан кеп сұра. Маулен аға, мына жерде мына 2 бала күресіп жатыр. Мынаның қайсысы дұрыс болады? Ол сырттан қарап айтып бере алады. Сонда өзіміздің қазақтарды сыртқа итеріп, Маулен ағамыз федерацияның біреуінде жоқ. Ислам ағамыз да жоқ федерацияда. Мен де жоқпын. Қазақстаннан туып өскен 3 олимпиаданың медаль берген 3 палуанбыз, үшеумізде федерация мүшесінде жоқпыз. Сырттан келгендер, жаңағы қазір федерацияда отыр ғой, біреусінің жаңағы алдында федерацияда оқып отырсақ, біреусінің автопаркі бар екен, біреусінің жаңағы бір нәрсесі мал шаруашылығы бар екен, спортты түсінбейтін адамдар федерацияда отырады. Одан кейін қалай спорт өседі? Мәселе сода. Легионерлер мәселесін тағы келетін болсақ, мәселен спорттық шежіренің сарғайған беттерін парақтасақ, біз айттық қой, бұған дейін тағы айтылайық. 7 олимпиадаға қатысты тәуелсіз Қазақстан, сонда 7 жүлде алды.
Енді тарқатып айтсақ, Ислам Байрамуков 2000 жылы. Және 2004 жылы Геннадий Валиев күміс медаль алды. 96 жылы Мәулен Мамыров, 2008 жылы Марит Муталимов, 2012 жылы Ақжүрек Таңатаров және 2021 жылы Нұрислам Санаев қола медаль алды. Оған Дәулет Шабанбайдың қола медалін қосыңыз. Әлем чемпионатының тарихына келейік мысалы. Бар жоғы 25 әлем чемпионатында күш сынасып 15 жүлде алған екенбіз. 5 күміс, 10 қола. Соны қарап отырсақ, енді қандастарымыздың қатары өте аз. Көбісі легионерлер мына. Мысалы, Жабраилов Шешен, Лалиев Осетин, Круглиев Лезгин, Спиридонов Якут, Шапиев Авар, Санаев Якут. Тубинс. Тувалық, иә. Солардың арасында бұл соны нені білдіреді? Біздің қазақ балуандардың осалдығын білдіре ме? Әлде басқа да қазақтардың шықпай жатқан басқа да себептер бар ма? Жоқ, бізде жаңағы ең оңай нәрсе бұл өмірде, жалғыз спортта емес, өмірде. Егерде бүйтіп жан-жағыңа қарайсың, мынау адамға тіл тигізсең, ол адам ертең саған ответкісін береді. Одан қайтуы мүмкін. Соны бүйтіп қарайсың, мына жерде простой адам кетіп баратыр, простой адамға тіл тигізбек түгілі басынан бұрылсаң да, ол саған ештеңе кете алмайды. Неге десең, сен оған қарағанда дәрежең үлкен ғой. Ол теріс бұрғатта кете береді. Сол сияқты бізде спортшыларға әкеп тіреп қояды. Спортшыға қалай тірейді? Егерде мысалы спортшыға сөйлейді, ол сөз қайтара алмайды, ол айта алмайды. Айтса ертең айлықтан алады. Мен мысалы 2000 осы олимпиадаға барғаншы, лицензия алғаннан кейін менің айлығым 32 000 теңге болған. Лицензия алмай тұрып, мен Қазақстанда қанша жыл бойы ұтып, айлығым 16 000 теңге болған. Олимпиадада 3-ші орын алып келгеннен кейін айлығым 64 000 теңге болды. Енді сіз ойлаңыз. Спиридоновтың айлығы 4-5 000 доллар болған. Ол олимпиадада орындамаған. Ол жай даже Қазақстанда бір рет ұтқан ол. Өмірінде бір рет күрескен Қазақстанға. Енді ойлаңыз, оның зарплатасы қандай? Командадан алады. Менікі қандай зарплатам? Енді ол әрең дегенде жеткен 16 000 теңге айлықты егер менен алып тастаса, менде вообще 0 болады. Мен тренировкада мен аптасына 1-2 футболка ауыстырамын мен. Неге десеңіз, жыртылады ғой, тер ғой. Тер деген тұз, ашты, ол жеп қояды футболканы. Сол себептен мен бір футболкам 2 000 теңге тұрады. 16 000 теңге бір айда мен тамағым емес, осы киіміме кетеді тренировкада. Ертең күні мен 16 000 теңгеден ажырақпасам, ол 16 000 теңгені қайтып қоям дегенше 3-4 ай арада уақыт өтеді. 3-4 айға дейін мен тренировкада жалаңаш жүрмеймін ғой. Мен кию керекпін. Сол үшін мен айтуға да қорқам шындықты. Соны отыра берем бүйтіп тыныш қана. Мынау бізде қазақтың жаңағы балаларында сондай нәрсе. Ал қазір мына Аллаға шүкір енді келіп жатыр ғой жай-жай. Мынау Дәурен Абаев қазір бізде осы спортта көрсетіп осы министр болып отыр. Қазір мынау Самат Ерғалиев. Олар қазір спортшыларға кіріп, спортшылардан жағдайын сұрап жатыр. Кезінде Ермегеев сондай болған. Мен олимпиадаға бардым, мені танитын. Министр мені танитын. Келіп, Ақжүрек, қандай жағдай? Не керек саған деп министрдің өзі сұрап тұр. Қазір мысалы мынау кешегі Бақбергенова, Жамиля, Мадина, жаңағы Азияны ұтып келіп жатқан қыздарымыз бәрі кім Самат Ерғалиев таниды. Кәдімгідей біледі. Қаяққа сборға баратыр, Таразға сборға кетіп бартқан кезде өзі жібереді. Министерствоның өзі уже бүкіл спортсмендерді курста. Одан кейін ол спортшыға да жақсы да. Мысалы, қай спорт болмасын. Мысалы, проблемасы болып тұр баланың. Самат Ерғалиевпен кездесіп отыр. Аға, менде осындай жағдай болып жатыр. Спорт комитетінің төрағасы айтылды. Спорт комитетінің төрағасы. Аға, менде осындай жағдай болып жатыр. Мынауым қиын болып жатыр деп, өзінің ішіндегі нәрсесін айта алады. Ол айтқаннан кейін оның шешімі табылады. Енді ол нәрсе түзеліп келе жатыр да. Жастар келген спортқа, жастардың келгені. Анау Союздан қалып кеткен адамдар емес. Союздан қалып кеткен адамдар сол күйінде қалып кеткен олар. Оны шындықты айту керек та. Оның бәрін тазартып, жаңа поколение қою керек. Жастар қою керек. Мына болашақпен оқып келген, мысалы болашақпен оқуға қанша жастарымыз жіберіп жатыр, қанша миллиондаған ақша шетелге кетіп жатыр. Сол жастарымызды әкеп осы спортқа менеджмент, туризмді, спорт менеджментті қанша оқып жатқан жастарымыз бар ғой. Соның бәрін әкелсек, бізде Америкада, Россияда қалай спорт дамып жатыр, солай бізде де дамиды. Оны шетелде оқып келгенде сен ананы білмейсің деп мияққа отырғызып қоймай. Мысалы қазір бізде федерацияда Өскемен облысының
жаңағы Өскеменнің федерацияның президенті болған. Сол қазір бізде еркін күрестің федерацияның президенті болды, Қазақстанның. Енді сұраңыз, не пайдасы тиді ол кісінің бұл еркін күреске? Әңгіме сода. Қай спортшыға жағдай істеді? Қай спортшыға қазір квартира, мысалы, кеше Азияда күресіп жатыр, чемпион болып жатыр, мирда. Ал Өскеменде де болып жатыр. Қайсысына квартира берді, қайсысына премия берді болмаса. Мен Өскеменде жаңа жолдас болған жаңағы ШВСМ директоры жалғыз бала бағана айтып жатырмын ғой, көтеріп жатқан спортын, еркін күрестің. Бірақ ертең күні атың шығып жүретін жерде сол кісілер жүреді. Мысалы, ол кісінің еркін күреске деген қандай еңбегі бар. Мен олимпиада жүлдегерімін. Бірақ федерацияның мүшесінде жоқпын. Жоқ, президент жаңа команда келді ғой. Қазір республикалық федерациясының тізгінін даңқты балуан Дәулет Тұрлыханов ұстады мысалы тізгінді. Сол азаматтар тарапынан шақырту болған жоқ па, сенің тәжірибеңе сенетіндей? Жоқ, ондай нәрсе ешқандай болған жоқ. Шақыртып. Енді еркін күрестің қазіргі даму барысына баға бере кетсеңіз, мысалы қарап отырмыз, олимпиада ойындарында әйтеуір бір қол алып жүрміз ара-тұра оның өзінде. Әлем чемпионаттарында кейде аламыз, кейде алмай жүрміз, әйтеуір бір қуаныш сәттер, қара көздеріміздің қатары көбейді ғой. Жалпы алғанда енді қалай ойлайсыз енді осы алдағы енді біздің тағатсыздана күтіп отырғанымыз еркін күрес тарихында бірде-бір олимпиада чемпионы, бірде-бір әлем чемпионы жоқ қой. Солардың арасында қазіргі күресіп жатқан қазіргі белді балуандарымыз арасында солардың арасында біреудің әлеуетін көріп тұрсыз ба, потенциал дейді ғой енді. Сондай деңгейге көтерілетін. Бізде жақсы балалар көп қой. Бірақ бұл спорттың қиын түрі болғаннан кейін мына бала міне Алла қаласа 100% олимпиада чемпионы болады деп айта алмайсың. Неге десеңіз, кез келген уақытта мысалы қазір кетіп баратып аяғынан жарақат алуы мүмкін. Связкасы үзілсе болды өмір бақи. Иығы шығып кетуі мүмкін. Грижа шығып кетуі мүмкін. Сол себептен бұл спорт деген өте қиын нәрсе. Енді Алла қаласа сол себептен бірақ адамға көз тікпей 15-20 адам дайындау керек. Солардың біреусі жаңағы олимпиада шыңына көтеріледі ғой. Ол үшін 15-20 адам дайындау керек. Бізде жаңағындай бірақ балаға көз тігіп болады да осы бала деп ұстап отырады. Сол себептен көп спортшыларымыз шықпай қалатын, сол себептен. Басқаларын, жан-жақтағыларын бәрін ұмытып кетіп, бірақ балаға қарап отырады. Жоқ, енді олимпиада ойындарын айтпай қойық, енді Азия ойындарын өзін алайықшы. Мысалы, Азия ойындары соңғы рет Мәулен Мамыров тағы да қайталаймыз. 1994 жылы. Содан бері 30 жылға жуық уақыт өтті. 29 жыл аралығында енді төрткүл дүние емес, жер жаһан дейміз ғой олимпиада ойындары, анау сарғырлық. Сол Азия ойындарының жеңімпазы шықпай жатыр ғой. Енді сол жағдай енді сізді күйіндіре ме? Енді чемпиондар шықса екен, бала тәрбиелеп жатырмыз бізде қазір. Осы чемпиондар болса екен деп арманымыз бар енді. Енді спортта жүргеннен кейін оңай нәрсе жоқ. Сол себептен қазір енді түзеліп жатыр ғой. Мынау спортты түсінетін адамдар келіп жатыр спортқа. Көп адамдар спорт түсінбейтін баяғы кезін адамдардың көбісі кетіп жатыр. Мынау қазір айта кетсек, мынау Аманжол Бұғыбаев, Нұрғали Рахманқұлов деген кісілеріміз болды ғой, жаттықтырушыларымыз. Сол кісілер осы жаттықтырушы болып отқан кезде қазақтар шықпады ғой. Якуттар шықты. Бізде Қазақстанда андай ғой. Көп жерде қазір Аллаға шүкір мен бір қуанып жатқаным осы митинг болды, басқа болды, митингтен кейін мысалы көп өзгерістер болып жатыр. Қазір кім жұмыс істейді, сол орында қалып жатыр да. Жұмыс істемейтіндер кетіп жатыр. Президенттің тексерісімен қуанасында ана жерде мынау тексеріс, мына жерде мынау тексеріс, міне мына біреу жұмыс істемеген адамды алып жатыр, мынаны бүйтіп жатыр, мынаны сөйтіп жатыр деп бір шетінен қуанасын. Дұрыс болды ғой депші. Енді осы неде жолда бір-екі жылда Алла қаласа спортымыздың бүкілі тазаланып, бүкілі дұрыс болады деп ойлаймын. Өте жақсы, лайым солай болсын. Спортта енді мысалы жаңағы бейнетінде көрдіңіз, енді зейнетінде көріп жатқан шығарсыз енді. Жалпы алған мысалы сыйақыңыз бар, сыйлықтарыңыз бар, соның бәрі өтемі болды деп ойлайсыз, өтемі? Ондай ақша қолға ұстап көрмеген аласап жаратып жатыр ғой бәрін.
Біз ойладық қой, ақшаның ауасын, басында ойлайтынбыз, ақшаның ауасын қашан жаратып бітемін деп. Соны бір екіден кейін қарасақ, ақшамыз бітіп қапты. Жаратып қаласың ғой. Енді мен анау айтқандай жағдай бар семьядан шыққан бала емеспін. 2 комнатты квартира, әкем бар, шешем бар, інім бар, ағам бар, ағамның әйелі бар, баласы бар, өзім бармын, өзімнің әйелім бар, өзімнің балам бар. 2 комнатты квартирада тұратынбыз. Әкемнің жаңағы ағасының қызы бар, ол тұрады. Анаяқтан тағы туысқанымыз келеді. Жаңағы ауылдан келген туысқандарым бар, 2 комнатты квартирада сол жерде тұратынбыз бәріміз. Одан кейін Олимпиададан келгеннен кейін енді осынша еңбек еттім, соның бәрін көрейін. Енді оның жемісі, оның пайдасы маған шынын айтсам, дәу 4 комнатты үйде тұру. Сон бардым да 4 комнатты жер үй сатып алдым. Сөйттім да ең мықты маған шынын айтсам кайфы сол болды. Анау анаяқта, мынаяқта емес, жер үй алғаныма, есік алда отырып, жаңағыда осындай креслоға шығып, шлангымен су шашқан, ең мықты менің Олимпиададағы чемпион болдым деп сезінген сезім осы. 2012 Олимпиададан кейін кезде өзім арманым Жылқыстау. Соны келе сап жаңағы Жылқығар алдым. Жылқығарды көбейтіп бастадым. Соны осында Алматыға кеп, Алматыда Ленин Асатбаевада, Дворец Школьниковта зам болып істедім 2 жылдай. Айгүл Болатбековна деген жаңағы бастығым болды. Сол кісінің қарамағында спортта істедім, жаңағы шаруашылық бөлімін зам болдым. Біраз жұмыстан тәжірибе алып, одан кейін қайтаран күреске барып, жаңа 2017 күресіп, ойлар болды, депутат болайын ба деп. Жаңағы депутат болып кетсең жақсы, костюм шалбар киіп алып, кабинетте отырасың. Жаңа біреуге, ананы ақшаны бер, мынаны бермем, мынаны бүйт, мынаны сөйт деп, жаңағы біреуге айқайлап отқан жақсы ғой. Сөйтіп депутат болайын ба деп ойладым. Жол әкім болайын ба деп ойладым. Соны қарадым, әкім кім қоятын мен. Депутат болу үшін халық таңдау керек. Халық таңдау үшін халыққа еңбегің сіңу керек. Біраз жұмыстар жасау керексің. Соны жаңағы спорт мектебін сұрадым. Ол кезде Асқар Мырзахметов, облыс әкімі, Жамбыл облысының. Сол кісіге кіріп, осындай спортта қызмет етсем деген ойым бар деп бір ойымды айттым. Ол кісі сөзге келмей облысымызда бір спорт школды берді. Сол спорт школға жаңағы 89 жылы салынған спорт школ, жаңағы мектеп. Ол мектепте жаңағы ремонт болмаған, неғылмаған, Союздан бері келе жатқан мектеп. Сол мектепке келе сап, бір жылдың ішінде жаңағы жап-жаңа полясын соқтырып, еркін күрес боксқа жаңадан зал соққызып, қазіргі заманға сайғып, жаңағы климат контроль дейді ғой, климат контролімен ішіне өзіміз спортта қиналдық қой енді. Қандай нәрсе керек, соның нәрсенің бәрін істетіп, сондай залдар соққызып, біткеннен кейін как раз облыс әкімінде ауысқан етін Бердібек Мәшбекұлы болған еді. Ол кісі шақырып, Таразда спорт интернаты кішкене тозып кеткен екен. Сол спорт интернатына басшы бол деп мені сойға жіберді. Мына жақта енді ремонттап бітіп, бүкіл нәрсесін жап-жаңа қойған кезде жаңағы спорт интернатына ауыстырды. Сол спорт интернатына келіп, сол Бердібек Мәшбековпен де сөйлесіп, 500 адамдық интернатты орын қоямыз деп, қазір 220 адам, соны 500 адам қоямыз деп, сондай бір келісім болған. Бірақ енді облыс әкімі қазір ауысып кетіп, қазіргі Нұржан Молдияровмен алға қаласа енді осы спорт туралы сөйлесіп, 500 адамға көтереміз деген ойымыз бар. Ең мықты жерлерге жастарды қойса, бір-бірімен жарысар еді. Үлкендердің бәрін сырғытып, пенсияға шыққандарын, пенсияға шықтыңыз ғой, рахмет, шапаныңыз кигізіп, көке рахмет, ақылыңыз кеп айтып тұрыңыз. Ол властьта отыра бермей, ол әкеміздің сатып алып берген жер емес қой. Бұл мемлекетіміздің, біздің мемлекеттің туын, абыройын көтеретін жер ғой ол. Ол жерге оның көкелеріміз келіп отырып алаттағы, сол жерде жаңағы өзінің әкесінен қалған дүние ұқсап, жаңағы ешкімге бермей отырады. Беріңіз жастарға, істесін жұмыс. Егер жұмысты істемей ма, мысалы мен жұмыс істемеймін ғой, алсында ауыстырып тастасын. Мен барайын басқа, мен өзімнің білетін, онда бизнесіме кетейін. А егер жұмысымды біліп жатсам, ары қарай развивать етейін. Кім білет, соны қою керек. Ал сонымен осы біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Ақжол, келгеніңізге көп рахмет. Еркін күрестің өткен кеткен тарихы, қордаланған көптеген мәселелерін қозғадық. Сіздерге енді еркін күрестің еңсесі биік болған күндерді көруге жазсын. Сонымен сау болыңыз. Сау болыңыздар, рахмет. Бізде қонақта болған құрметті көрермендер, Олимпиада ойындарының әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионы Ақжол Таңатаров. Біздің егер бағдарламамыз ұнаса, TVN Live арнасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.